Ойымша, әрбір адам белгілі бір цитатаның жиынтығы ғой. Маған осы тарихқа қатысты Мәкеңдер өте жақсы айтты. Жалпы тарих пен тәуелсіздік екеуі егіз ұғым. Олай болатын болса, тарих бізге не үшін керек дейтін болсақ, онда баяғыда Францияның үлкен қайраткері Жан Жарестің жақсы сөзі бар. Мен оны күл мен шоқ концепциясы деп атап алған. Ол айтады, бізге тарих күл ретінде емес, шоқ ретінде керек дейді. Шынымен де үлкен мәселе, себебі біз көбіне көп тарихты тек қана өзің басымызға күл себу үшін ғана емес, шын мәнінде осыдан үлкен сабақ алу үшін, өзіміздің бүгінгі жағдайда мотивация беретін, тәуелсіздігімізді, тұтастығымызды, басқасын қамтамасыз ететін үлкен құрал ретінде де қарауымыз керек сияқты. Яғни шоғымыз ол қараңғыда жарық болатын, суықта жылу беретін үлкен қасиетті дүниелер ғой. Олай болатын болса, біздің бүгінгі Бекеңдер жақсы айтып отыр. Шынымен де біздің таутастың өзін зерттеудің өзі елді тұтастырады, елді біріктіреді, ол айдан анық нәрсе. Бірақ енді мен осы жерде бір екі проблемамен бір екі ұсыныс айтқым келіп отыр. Біріншіден, енді менің ойымша бүгінгі біздің елдің үлкен проблемасының бірі, біздің қоғамда баяғыда Алехо Карпентер айтқан екен Аргентина қоғамы туралы. Біздің заманда дейді, бір мезетте, бір жерде, бір территорияда анау тас ғасырынан бастап келесі ғасырдың адамдарына дейін бірге өмір сүріп жүрген сияқты дейді да. Яғни әрқайсында бөлек-бөлек тарихи концепция бір-бірін тіпті қарама-қайшы келіп жататын жағдайда болады. Менің ойымша, осы рухани жаңғыру деген сияқты үлкен фундаменталды доктриналар айналып келген кезде осыны табыстыру керек. Ол мектептің оқулығына да қатысты, ол азаматтардың бір үлкен бір консенсусқа келуіне де тікелей қатысты мәселе. Екіншіден, әрине енді біздің үлкен мәселенің бірі, бізде енді болашақты бағдарламалар бар. Бірақ енді бүгінгі күні әртүрлі жағдайға қатысты азаматтардың өмірге деген сенімі, болашаққа деген нық сенімі азайып жататын заман болады. Әсіресе бұл экономикалық жағдайға қатысты. Бірақ өткенде бұл стратегиялық горизонт болып табылады. Иә? Мінекей. Тіпті мен жақында бір кітап оқығам, сонда бір ғарышкерлер айтатын көрінеді. Ең алғашқы өзі бір арабтан бір ұшқан азамат бар, өзі шейх. Сол айтыпты, алғашқы кезде анау космоста жүрген кезде тек өзіміздің елді ғана қарауға тырысатынбыз дейді. Анау тез ұшады ғой. Екінші күні жан-жағымызға қарай бастадық. Үшінші, төртінші күннен бастап біз өзіміздің тек қана біздің планетамыз, біздің жеріміз қандай деген әңгімеге көштік дейді. Тіпті біздің үлкен тарихымыз ол тек қана 5000-6000 жыл емес, жалпы біздің адамзаттың қалай шыққаны, осының бәрі қалай деген сияқты үлкен экологиялық та басқа мәселеге апаруы тиіс сияқты. Яғни бұл бізді адамзатпен табыстыратын, бізді әлемдік үлкен үдерістердің субъектісі қылатын, үлкен осындай картиналар қажет сияқты. Ал енді жаңағыдай нақты бір жолдарын айтатын болсақ, менің ойымша қазір бүгінгі күні жетпей жатқан үлкен шаруаның бірі, бұл осы рухани жаңғыру деген үлкен үдерістің қоғамдық негізі дейікші. Өйткені енді көріп отырмыз, мемлекеттік органдар тиісті институцияларын құрып алды, тиісті қаржыларын көрсетіп алды. Рас, көптеген жағдайда біздің ел әсіресе рухани салада, мәдениет саласында мықты мемлекетке арқа сүйеуге мәжбүр. Бірақ бұл мемлекет ақылды мемлекет болу керек сияқты. Яғни бұл жерде менің ойымша азаматтық қоғамға арқа сүйеу керек, ол және де осыдан рухани жаңғыруды іске асырудың инфрақұрылымдық, институционалдық жол картасы сияқты бір құжат дайындалса. Өйткені әрбір сала, аударма мәселесін алайық, басқа мәселені алайық, ол шынымен де үлкен бір ұйымға, қоғамдық ұйымға және әр саланы басқаратын топқа айналмай мәселе шешілмейтін сияқты. Мінекей әлемде математиктер бар. Математиктердің бір кереметі 10 жыл сайын конгресс өткізеді. Мінекей бізде шешілмеген 10 мәселе дейді. Койл деген сияқты үлкен институттар осы мәселені шешкен адамға әр мәселе үшін $1 миллион дегендей премия береді. Соған бүкіл математиктер басын қатырады. Бізде мысалы үшін осындай бас қатыратын қандай мәселені айтып отырмыз, қоғамға қандай бағыт беріп отырмыз дегендей. Немесе тіпті аударма мәселесін алып қарайық. Үлкен мәселе бізге көптеген дүниелер 10 жыл, 20 жыл сол саланың немесе сол авторға ғашық адам пайда болған кезде ғана келетін нәрсе. Міне қазір ұлттық аударма бюросы оқулық мәселесін қолға алып жатыр, үлкен дүние. Ал енді әдебиет деген бар. Жыл сайын Нобель сыйлығы табысталып жатады. Әр елдің үлкен сыйлықтары бар. Олар деген үлкен әрқайсысы, әр жазушы, әр әлем, ол бір әлем болып табылады ғой. Сол мысалы үшін кейде бізге 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл кешіп келетін жағдай бар. Бізде әрбір мысалы үшін енді кем дегенде 5-10 тілдегі әдебиетті жылма-жыл аударып тұратын инфрақұрылым қажет сияқты.
жаңа мемлекеттік қаржыландыру дедік, енді осы кезге дейін көптеген жағдайда қателесіп келгеніміз немесе шикі тұстарын айқын көріп отырмыз. Яғни бұл мына мемтапсырыс деген сияқты нәрселердің өзі өзгеру керек сияқты. Бұрын мысалы үшін бізде қазір ақшаны баспаға ғана бере саламыз. Баспагер өзі біледі. Ол аудан әкімінің естелігін жариялай ма, басқасын жариялай ма, не істесе де өзі біледі. Меніңше әр баспаға мемтапсырыс нақты бір бағыт бойынша берілу керек. Айналайын, сен тек қана мемуаристикамен айналыс. Сен тек қана осы тарихтың және тарихтың көшпелі кезеңін ғана ал. Сен аудармамен айналыс және соңғы, мысалы үшін 20 жылдағы әдебиетті аудар дегендей, яғни баспагер берілген ақшаны тез игеретін емес, ұзақ мерзімді өзінің авторларының тізімі бар, басқасы деген сияқты дүниелермен жұмыс істейтін бағыттар керек. Бұл ақпараттық салаға да қатысты. Ол тек қана біздің саясатты қолдағаны үшін берілген ақша емес, нақты бір шынымен де осы рухани жаңғырудың үлкен бір бағытын іске асыру үшін, соған ізденетін. Мінекей біз жақсы білеміз ғой, шетелдік мысалы үшін әдеби нарық қалай дамыған? Оларда баспагерлер арқылы дамыған. Әрбір жазушы неге жыл сайын жаңа роман жазуға мәжбүр? Өйткені оның баспамен 20-30 жылдық контрактысы бар. Оған айтады, сенің міндетің өлді ал, маған осындай кезге дейін бір жаңа роман немесе жаңа туынды бер дейді. Жазушылар кәсібиленеді дегенім ғой. Қазір